Ерте-ертеде ешкі жүні бөртеде. Баяғы өткен заманда мақта қыз бен мысық өмір сүртті. Мысығым келші. Келе қойшы. Не үшін шақырдың? Айтпаймын. Айтпасаң қатығыңды төгем. Төксең құйрығыңды кесіп алам. Мақта қыз. Маған құйрығымды қайтаршы. Ол үшін сен маған қатығымды қайтар. Қатықты қайдан алсам болады екен? О, есіме түсті. Сиыр маған қатық берші. Жақсы берейін, бірақ сен маған жапырақ әкеліп бер. Ағаш маған жапырақ берші. Берейін, бірақ мен шөлдеп тұрмын. Маған су әкеп берші. Жақсы әкеп берем. Қыздар маған су беріңдерші. Бермейміз. Су керек болса бізге сағыз бер. Сонда саған су береміз. Сатушы маған сағыз берші. Саған тегін бере алмаймын, сатып ал. Немесе дүкенде жұмыртқа таусылып қалып еді. Жұмыртқа алып келсең, саған сағыз берем. Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Саған не керек? Құрметті тауықтар, маған жұмыртқа беріңдерші. Біздің қарнымыз аш, бізге тары немесе бидай әкеліп берсең ғана береміз. Жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімде тары ғана бар. Мені жемеш, мен саған тары әкеп берейін. Міне сендерге тары жұмыртқаларыңды беріңдер. Рахмет саған, мысық. Міне сіздің жұмыртқыңыз. Енді уәде еткен сағызды беріңіз. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Қыздар, міне сендерге сағыз. Маған су беріңдер. Туф, шөлім қанды ғой. Рахмет саған, мысық. Дәмді сынай. Рахмет саған, сиыр. Міне қатығың, енді менің құйрығымды қайтаршы. Қатықтықты төкпегенде осыншама әуре болмас едің. Осымен ертегім аяқталды. Ертегіден не түсіндіңдер? Ашулануға болмайды. Жарайсың.